Барлықтарыңызға саламатсыз ба көрермендер. Бүгін бізде қызу дайындық. Мұнда бенд дайындалып жатыр. Мұнда міне қатысушылар өздері видео бірден түсіріп жатыр. Мұнда қасымызда Ариза. Аризаға сұрақ қойғым келіп тұр. Енді кеше андай тема болып кетті ғой. Әсел маған айтты да 27 жаста кәрісіз деді да. Жалпы сенің ойың қалай сол бойынша? 27 жасты кәрі деп санайсыз ба? 27 жас негізі нақты жас қой тұрмысқа шығуға. Мен кәрі деп санамаймын. Наоборот, жасарыңды жасап, жұмысыңды жасап, өзіңді қамтамасыз етіп, ешкімге тәуелді болмай, тұрмысқа шыққан дұрыс қой. Жассыз мысалы, фигурасы қандай күшті мысалы, иә, ләззаттың арамызда жас көрінесіз. Осылай қуанып қойып. Жалпы 27 жас негізі нақты жас деп ойлаймын. Бірақ кәрі деп санамайсың. Кәрі деп мүлдем санамаймын. Негізі жалпы бар ғой, мен кеше сол бойынша мен статистика қараған болатынмын. Оказывается, статистика бойынша 35 жасқа дейінгі қыз балалары вообще кәрі деп саналмайды екен. 35-тен кейін уже. Достар, қалайсыздар? Біз Жанна деген қызға сұрақ қоямыз. Жаннаға бірінші қоятын сұрағым, бойың неше? Сәлем. Ұстамай қойшы, мен өзім жүргізушімін, мен ұстап тұрамын. Мен бойым 1,78. 1,78 бойы. Ойлан, ұра береміз ба? 1,78 екен бойы. Енді екінші сұрағым, жалпы жігіттің қыз достары болады, оған көзқарасыңыз қалай? Және де жігіт қыздан бір саты жоғары тұрады дегенге қалай қарайсыз? Өте жаман қараймын. Өйткені еркек адам қазіргі заманда, последний заманда еркек адам қыздан бір саты төмен тұру. Мына кісі қалай. Бірақ сіздің бойыңыздан кез келген жігіт бір саты төмен тұрады мына бойдан. Айтып кеткен жоқпын. Сосын қыз бен ұлдың арасында ешқандай достық болмайды. Менімен болады, бірақ менің жігітіммен, мен күйеуіммен ешқандай подругалар болмайды. Сіз өзіңіз таныстырған жоқсыз әлі? Жоқ, таныстырған жоқпын. Міне өзін әлі таныстырған жоқ. Бүгін ортаға шығып таныстыратын болады ғой. Енді кезекті сұрағымыз біздің Нұржанға. Нұржанға менің. Қалайсыздар, көрермендер? Я, енді бар халыққа да маған да қызық болған ең басты сұрақ, осы маусымда сен жыламайсың ба, жылайсың ба? Жыламаймын. Жыласаң не істейсің? Шашыңды аламыз ба? Шілей, ондай сұрақты қоймақ қойшы маған сен. Алатын адамдар бар өзі. Өзіңе уверенсің ба қатты? Мен жыламаймын. Мен көп отпаймын. Жыламайсың ғой, мақұл. Кезекті сұрағымыз енді. Бұл сұрақтан суырылып шығып кеттіңіз. Кезекті сұрағымнан шыға аласыз ба енді? Енді жазғы маусымда Ләззат деген қыз болды. Осы маусымда да бар. Онымен жақын арақатынас болып қалу мүмкін бе? Мүлдем мүмкін емес. Бұл мүмкін болмау да керек негізі, өйткені достықты махаббатпен ұластырмау керек. Ол доспыз, достықтың қадірін кетірмеу керек. Егер де сіздің немесе Ләззаттың сезімі ашылып кетсе, ол жағдайда не істейсіздер? Достықтан бас тартасыздар ма? Мен екінші адам үшін жауап бермеймін, мен тек. Ал біздің кезек сұрағымыз ол менімен кеше сөзге келіп қалған Арманға. Бір жерден шықпаған десеңші, сөзге келген емес. Ал Арман, енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп жатыр да, егер де арақатынасыңызда қыз баласы сіздің ақшаңыз жоқ болып қалған кезде сізден айналып жатса, ондай кезде не істейсіз? Именно ақшаға келген кезде ма? Негізі ақшаға тәуелді болу, ол андай сәл таяз сананың ойы деп ойлаймын ше. Дүниеге тәуелді болуға болмайды. Бірінші өз-өзіңді сыйламау. Ақшаға бол адаммен араласатын болса. Екіншіден ол, мен тықсаңызшы болмаса, қатты тақаватсыз. Сол, ол андай сананың таяздығы деп ойлаймын, ақшаны бірінші орынға қою. Ал менің екінші сұрағым, енді сіз кеше ортада отқан болатынсыз, арақатынасыңыз туралы ой келген кезде сіз айттыңыз, ұмытуға тырысып жүрмін деген сияқты, әлі ұмытпадым дегенге кішкене келтірген болатынсыз. Оған қалай жауап бересіз? Ұмытпадым емес, ұмытқам, бірақ енді асатықтар болады ғой бәрі. Біздің кезекті сұрағымыз Ләззатқа. Ләззат, жалпы жағдайың қалай? Керемет, өте күшті. Бүгін кешіп келдің. Айтсай? Осы жерде неше бастайсыңдар дейсің? Жоқ, айтсай, неше кешіп келдің? Молодец, бізде Ләззат жұмыс басты, өте көп ақша табамын деп алдында айта кеткен болатын. Саған біз қандай жігіт күтеміз негізі? Қандай жігіт күтесің? Енді талаптарындағы жігітті бүгін қазір айтпай қояйын, қазір эфирда көре жатарсыздар, қандай жігіт талаптарының бәрін айтатын. Сол бір талапты айта кетейінші, негізі ажыраспаған маңызды ма сол жағы саған? Осы жер тоже бір интрига. О, интриганка, да? Онда күтіңіздер, құрметті көрермендер, иә. Барлығын бүгін айтатын боламыз. Аяғымыз жыр.